Ülkeler aşağı, ağustos okut. Sodagirlerde uyku baskan. Pazarda hayır pazarda. Pazar alanının üstüne dışarıda palto giyген. Onda tüyücüğü var. Politsiya kızının qadağalısı açılmaya alıp gelir жатыр. Politsiya qadağalısının артынан қолына барықтала болған тоғашаққа толы ежегі бар. Politsiya қызметкері жылдайын қадамдап бақ жүреді. Жанжал болып қалған жоқ па екен? Жанжал дейме? Қойма. Не болып қалды? Айғайлаған кім? Мына саусағың немене? Тақсыр, мен өз бетімше келе жатыр едім. Мына күшіктің мен саусағымды тістеп алғаны, мен ешкімге тиіспейтін жанмын. Жоғары мәртебелі. Мен осы күшікке бола бір апта бойы жұмыс істей алмай қор болатын болдым. Зиянымды төлесін. Кімнің күшігі болса да аяйын деп тұрған жоқпын. Күшіктен зәбір көріп қор болсын деген заң жоқ. Әр күшік келіп адамды тістеп кете берсе, бүйтіп көрген күнім құрсын. Жарайды. Бұл кімнің иті өзі? Көшеде итті бостауға рұқсат жоқ екенін білмейді қайнадан бұл күшікті көшеге шығарып қойған. Үкімет жарлығын орындамағанның әкесін танытамын. Барса келмеске жіберемін. Айыппұл саламын. Йылдырый, кімнің иті? Бір, есін тап, хаттамады. Бәлкім ол құтырған ит шығар. Итті қазір өлтір. Бұл кімнің иті өзі? Айтыңдаршы. Қалайық, мен білсем бұл жигалықтың иті болу керек. Жигалықты келме? Андайсың. Жауырма қайтесің? Мен әлі түсінгенім жоқ. Сен ұзылтыр астырықтайсың. Күшік бейттей. Күшіктің саусағы сенің тұрсың саусағыңа қалай жетеді? Өз саусағыңды шегемен шұқылап, нәресте күшікке жала жоқ боласың. Мен білем сен дейсің. Ай, Тақсыр, ұрги жаманғысың. Бұл күшіктің бойына дамып тұрған темекін барсың. Бұл күшікте тірі жамы, ызаламай қайтен. Ұргидің қолын тістеп алды. Өтірік айтып болжамасың құр. Айтқаның шірей өтірік. Сен тіпті не болғанын көрген де жоқсың. Тақсыр өзі біледі. Кім өтірік айтпайтынын, кім Құдай алдында өтірік айтпайтынын. Мен өтірік айтсам, төрешіге барайық, сол шешім бұл дауды. Доғар әңгімені. Жоқ, бұл генералдың иті емес. Генералда мұндай күшік жоқ. Генералдың итінің бәрі таза емес пе, Тақсыр? Нақты білесің бе? Нақты білем, Тақсыр. Мен өзімде білемін. Генералдың итінің бәрі тазы. Сендердің ақылдары қайда? Ол күшік не Мәскеуде, не Петербургте көзге түссе, оның көзін бір мезетте құртатын. Бәрін білесіңдер. Сен күріге бұл істі жайдан қалдырма. Күшікті бос қая беретін мырзалардың тазалау керек. Білді, генералдың күшігі болса болып та қалар. Иттің тұмсығында есі кім екенін жазып тұрған жоқ қой. Осы күшікті генералдың қорасынан көрген сияқты едім. Салқындап бара жатыр. Елдырин, сен бұл күшікті генералға апар. Сұра, мен
тауып алып жіберді дегейсің. Енді қайтып күшігі сыртқа шығара көрмеген. Бәлкім бұл қымбат ит шығар. Әрбір шошқа кеп тұмсыққа папирусты түртсе, шырағыма жәбір болады. Сен саусағын шошайта бермеш, өзің де айыптысың. Ане, генерал ағасы басшы келе жатыр. Содан сұрайын. Прохе, бері келші. Тапқан екенсіңдер, бізде бұл сияқты ит еш уақытта болып көрген емес. Оны сұраудың не қажеті бар? Қаңғыбас десем, қаңғыбас болады. Генералдар ешқашан мұндай күшік ұстамайды. Бұл генералдың дәл қазір көзі құрту керек. Бұл генералдың ит емес, бұл генерал Жигаловтың ағасының иті. Ол кісі осы иттерге ұқсайтын иттерді жақсы көреді. Генерал Жигаловтың ағасы Владимир Иванович кетті еді. Білгенім жоқ. Қонаққа келді ме? Маған ешкім естіртпеген ау. Енді бұл күшік ағасынікі ме? Тіптен қуанып қалды. Жақсы болды ғой тегі. Күшігім. Қалтырама. Не қалтырайсың? Ешкім демейді. Апап деп мынаның саусағын тістеп алыпты. Қорықпа, ешкім демейді. Қандай сұп-сүйкімді. Күшігім, жүре ғой, қарның ашық болған болар. Үйге барайын. Саған